Сәлем қыздар, бүгін сіздермен қонақтарыма жиі дайындайтын салаттың рецептімен бөлісемін. Құрамы өте қарапайым болғанмен салат өте дәмді. Керек заттарды төменге жазып қоямын. Ең алдымен картошканы үккіштен өткізіп аламыз. Тұз және су құйып, 10 минуттай суда ұстаймыз. Енді шұңғыл ыдысқа сәбізді үккіштен өткізіп саламыз. Алдын ала пісіріп алған қызылшаны үккіштен өткіземіз. Капустаны үккіштен өткіземіз. Үккіш болмаған жағдайда жіңішке етіп қолмен турауға болады. Үстіне горохты саламыз. Картошканы суынан сүзіп алып, қағазға жайып қоямыз. Одан кейін қайтадан сүлгіге кептіріп аламыз. Сонда картошкаларымыз жабыспай, әдемі болып қуырылады. Қызып тұрған майға картошканы аз-аздан салып, қуырып аламыз, сары түс болғанша. Картошканың бәрін осылай қуырып аламыз. Қуырылған картошканың жартысын саламыз, майонез, тұзды салып, араластырамыз. Қалған бөлігін бетіне сеуіп шығамыз. Салатымыз дайын, ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.